Өзгенің жанын жылыту. 10 жас шамасындағы бір бала аяқ киім дүкенінің витринасының алдында жалаң аяқ тұрды. Суықтан қалтырап тұрса да, көзін әйнектің ар жағындағы жылы етіктерден ала алмайды. Іштей бір нәрсені қатты тілеп тұрғаны анық еді. Сол сәтте қасынан өтіп бара жатқан бір әйел баланың жанына келіп, «Кішкентай досым, мына әйнекке телміріп не қарап тұрсың, не ойлап тұрсың?» деп сұрады. Бала көзін етіктерден алмай, «Мен Құдайдан өзіме бір жұп аяқ киім беруін сұрап тұрмын», деді. Әйел ештеңе деместен оның қолынан ұстап дүкенге ертіп кірді. Сатушыдан 6 жұп балалар шұлығын, жылы су құйылған леген мен таза сүлгі әкелуді өтінді. Бәрі дайын болған соң, ол баланы дүкеннің бір шетіне алып барды. Қолғаптарын шешіп, баланың тоңып кеткен аяқтарын жылы сумен жуып, сүлгімен мұқият сүртті. Содан кейін оған жұмсақ шұлық кигізіп, жаңа етіктерді таңдап берді. Қалған шұлықтарды да орап, қолына ұстатты. Барлығы біткен соң әйел баланың басынан сипап, «Енді өзіңді әлдеқайда жақсы сезініп тұрған шығарсың», деді. Сөйтіп кетуге бұрылғанда, бала оның қолынан ұстап қалды. Көздері жасқа толып кеткен еді. Ол дірілдеген дауыспен, «Апай, сіз Құдайдың жұбайысыз ба?» деп сұрады. Өйткені кейде Құдай адамдарға өзі келмейді. Біреудің мұңын жеңілдету үшін, біреудің көз жасын сүрту үшін, біреудің үмітін қайта жағу үшін мейірімді адамдардың жүрегін пайдаланады. Адам баласының шынайы ұлылығы байлығында емес, өзгенің жанын жылыта алуында. Іс-әрекетсіз иман өлі иман.